Қазіргі таңда бізге белгілі 8 ғаламшар бар. Соның ішінде күнге ең жақыны Меркурий. Бүгінгі шығарылымызда осы ғаламшар жайлы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Меркурий ғаламшарының көлемі шағын болғанымен, күн жүйесінде жерден кейінгі ең тығыз ғаламшар саналады. Оның металл ядросының диаметрі 3600 шақырымнан 3800 шақырымға дейін жетеді. Ғаламшар радиусының кішілігіне қарамастан, оның массасы Сатурнның ең алып саналатын Титан және Ганимед серіктерінің массасынан асып түседі. Бұл ғаламшар ядросының үлкендігіне байланысты. Меркурий күн жүйесіндегі ең жылдам ғаламшар. Ол күнді сағатына небәрі 180 мың шақырым жылдамдықпен айналып өтеді. Меркурийде күн жер бетіне қарағанда 3 есе жақын әрі үлкен көрінеді. Оған қоса атмосфераның тығыз болмауына байланысты жұлдыз сары емес, ақ болып көрінеді. Ғаламшардағы бір күн жердегі 59 күнмен пара-пар. Меркурийдің пайда болуына қатысты көптеген теориялар бар. Соның бірі, күн жүйесі пайда болуының алғашқы күндері Меркурий Венераның, яғни шолпанның серігі болған. Бірақ ол өзге нысанымен қақтығысудың нәтижесінде қазіргі орбитасына ығысқан. Бір қызығы, Меркурий күнге ең жақын ғаламшар болса да, күн жүйесіндегі ең ыстық ғаламшар емес. Ол орын шолпанға тиесілі. Оның себебі ғаламшар атмосферасының тығыздығында және парниктік әсердің жоғарылығында. Ең алғаш ғаламшарды бақылаған астроном Галилео Галилей болды. Айтылған фактілердің қайсысы сізді таңқалдырды? Пікірлеріңізді жазып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.